Иық жарақаты болды дейді. Иық сүйегі сынғаннан кейін саусақтардың ұюы, қолдың салбырақтауы анықталады. Неліктен? Себебі иық сүйектің айналасын айналып өтетін кәржілік нервісі бар. Көбіне ортаңғы иық сүйегі сынған кезде сынықтың ұштары нервті зақымдайды, айналасында гематомалар жиналады, тіннің тыртықтары бар және сүйектің бітісу арасында коллостоар анықталады. Осының барлығы нервтің тарылуына алып келеді. Қандай белгілермен анықталады? Белгілері ілініп тұрған қол, өріс тұрып, қол салбырақ қалады, жұдырықтан жұмай алмайды, қолға зат ұстай алмайды және бірінші саусақты барып көтере алмайды. Бірінші саусақ пен екінші саусақтың арасында ию белгілері пайда болады. Қандай ем жүргіземіз? Егер нерв шаншылған болатын болса, онда дәрілік терапия өткізіп көреміз. Қабынуға қарсы терапия, витамин терапия жүргіземіз, физиотерапия жүргізіледі. Егер де осы терапияға көнбесе, қозғалыс анықталмаса, онда операция жүргізіледі. Операцияның мақсаты нейролиз дейді. Осы тарылған нервті, зақымдаған нервті босату болып табылады. Айналасындағы тіндерден, дұрыс емес біткен сүйектерден босатады. Екіншісі, бұл операция мақсаты зақымданған болатын болса, екіге бөлінген нерв болатын болса, бір-біріне тігеді, жетіспеген аймақтар болатын болса, аутопластика жасайды. Егер сіздерде жарақаттан кейін осындай белгілер анықталатын болса, маманға жолығыңыздар.